Ғаламашарда 100-ден жүйрек мыңнан тұлпар анықталатын күн бүгін. Достар, кіл мықты да кім мықты, бәрімізге сол қызық болып тұр. Әрине алдымен қазылар алқасымен таныс болсақ. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, актер, ұстаз, режиссер Сайлау Қабиев. Сайлау Қабиев, достар, қошеметтеріңіз. Мінекей шешуші сәт келіп жетті. Бақ шабама, бап шабама, оны қазір білетін боламыз. Мен барлықтарына тек қана сәттілік тілеймін. Бәрекелді, Сайлау Қабиев, достар. Келесі. Филология ғылымдарының кандидаты, ақын, айтыскер ақын, Серікзат Дүйсенғазин. Құрмет достар, міне Ақтық мәренің 4-ші күнінде Серікзат мырзаның 4-ші шумақ өлеңін тыңдасақ. Суырылып алғашқыты, ылғи мықты, арқалап ақтықсында пілді жүкті, жүйріктен жүйрік оза жарыстырса, көрейік ақтықсында шын жүйрікті. Көрерменге көтеріңкі көңіл күй, сайыскерлерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Бәрекелді, Серікзат Дүйсенғазин және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, талантты актер Нұркен Өтеуілов. Нұркен мырза, көрермендерге, жігіттерге өзіңіздің бір қатал Қайырлы кеш, ұлттық арнаның көрермендері. Енді көрерменге айтарымыз, бүгінгі Ақтық мәре аты да айтып тұр. Жеңіске бірақ қадам, кім қандай мықты халықтың көңілінен шығады, жүрегінен орын табады, халықтың сүйіспеншілігіне бөленеді. Бұл қазіргі санаулы сәттерде шешілетін сәт туып тұр. Сондықтан мен тағы да жігіттерге сәттілік тілеймін. Жақсы достар. Ал құрметті достар, міне 4 конверт дайындап қойдық. Тақырып, сол тақырып таңдау үшін бүгінгі кеште мен жігіттерді ортаға шақырайын. Асылхан Дүкенбаев, Қызылорда. Қабыл Батырхан, Шымкент қаласы. Көш бастап тұрған Мейіржан Алтыбаев, Семей, Абай ауданы. Және Нұрболхан Шарапов, Астана қаласы. Жігіттер, бүгінгі берілетін тапсырма сіздерге енді бір жағынан қиындау, бір жағынан оңайы. Ол сайысты сіздер ойнаған болатынсыздар. Өйткені ол сайысты біз көңілді сұхбат деп атаған болатынбыз. Естеріңізде болса, осының алдында жартылай финалда. Ал бүгін осыны көптеген көрермендердің сұрауы бойынша біз осыны ең соңғы Ақтық мәреге қойдық. 4 конверт дайын. 4 конверттің ішінен өздеріңіз керек тақырыпты таңдайсыздар, керек тақырып болғанда бұйырғаны ғой енді. Сонымен бірінші бастайық, Нұрболханнан бастайық шөз. Нұрболханға түскен тақырып үміткер дейді. Үміткер ол ауыл әкімі қайтадан әкім болуға халық алдында сайлауға түсіп жатыр. Келесі, Мейіржан. Мейіржанға қандай тақырып түседі екен? Мейіржан әзірше көш бастап тұр, достар. Той конверт дейді. Бұл жердегі берілген Мейіржанға тапсырма, сол той конверттің ішіндегі кім не берген, кім не қылған, соның барлығын өзің бізге жеткізетін боласын. Қабыл. Көрсете ғой. Арам бастық. Арам бастық деген сөздің енді кішкене сөз ауырлау болып кеткен шығар. Бұл жерде 8 ай жалақы бермеген бастық, бірақ жұмыс жүріп жатыр ойдағыдай. Жұмыскерлердің у-шуы соған жауап беретін боласын. Енді Асылхан саған қалғаны репетитор дейді. Бұл 4 отбасы балдарын ұбытыға дайындау үшін репетитор жалдаған, бірақ сол балдарының ең көп жинаған балы 28, 17, 12, ішінде біреу тіпті 4 бал жинаған. Сол ата-аналарға өзің жауап беретін боласын. Тақырып түсінікті. Жігіттерге бір шабыт берейік, қошеметтеріңізбен достар. Тақырып түсінікті. Қазылар алқасы орында. Көрермендер көңіл күй қалай? Экран алдында отырған көрермендер, сіздерде қошемет көрсетіп қойсаңыздар болады. Бүгін біз көңіл ашар жобасының жеңімпазын анықтайтын боламыз. Олай болса бізде жеребе бойынша Қабыл
Батырханов бізде бірінші күннен бастап келе жатыр. Қабыл сахнада қалсын, ал жігіттер сіздер келесі бөлмеге барып әзірше демала тұрыңыздар. Және Қабылдың қасына қазір көмекке келетін, сұрақ қойып отыратын, сенмен бірге сенің жұмысшыларың болып отыратын осы көңілашар жобасының 300-ден астам қатысушы қатысса, оның ішінде жартылай финалға дейін жолдама алған жігіттер мен қыздар саған сұрақ қойып отырады. Барлығы импровизация. Бұлар да білген жоқ тақырыпты, Қабыл да білген жоқ тақырыпты, Қабыл мүлдем тіпті білмей тұр. Жігіттер, келіңіздер сахнаға. Сегіз ай жалақыларын берген жоқ, наразылығын білдіріп отырған жұмысшылар мен Қабыл. Тыңдайық, кеттік. Не деген масқара анау? Не деген бассыздық мынау деген? 8 ай болды ғой, 8 ай айлық жоқ. Не жерімізді білмей жүрік? Айтсаңыздар, қосыласыздар ма? Не деген масқара? Сабыр. Мен ол мәселені қарап жүріп, 8 ай айлық алмадыңдар ма? Бір ай шыдасаңдаршы. Бір ай шыдаңдар. Болмаса 4 ай шыдаңдар. Бір жылтанып бірден берем. 8 айдан кейін бір ай шыдасақса 9 айдан кейін айлық туасың ба сонда сен? Берем. Айлық тумайм мен, берем мен. Айлық былай тұрсын. Бізге жұмыс істеп жүрміз 8 ай болды. Бізге қажап продуктының өзін әкеп бермейді. Біз өзіміз үйден алып келіп жеп отырмыз ғой тамақты. Обед берем дейді. Күнде 3 мезгіл тамақ ішесіңдер деген. Күнде бірақ мезгіл тамақ ішеміз. Не деген сұмдық? Мынаны қарашы, мынаны арықтап баратыр мынау. Келген кезде 120 килограмм болған. Тамақ жемеген адам ба мынау? Тұрш, орнынан тұрш. Мынау тамақ жемеген емес, бүкіл сен тамақтан тартып жеген осы мына. Мен ойлаймын мен. Мына яқтағы ағам екеуі. Тамақ жемегеннен бес бұл аштан жарылайын деп жүр бұл ашыдан. Не үшін аштан жарылайын? Мен сендерге айттым. Сәл күтіңдер, шыдаңдар. Маған да жоға жатын бермей жатыр, қағаз аудармай жатыр. Мені бермей жатыр дейсіңдер ме сендерге? Мен осы жұмысқа 50 мың беріп кірдім. 8 жыл болды, әлі 8 ай болды, әлі 50 тиын алған жоқпын. Кетем болды, 50 мың қайтарып беремін осы. Сен 50 мың түгіл, кім маған өзі? Сен 100 мың берсең дамайын мен сені? Сен 100 мың берсең дамайын мен сен? Миллион берсең дамайын мен сен? Не істей аласың сен? Сен бастық, сіз міне берек жұмысты жоба қылып жібергенсіз ба? Алмайм деп. Нормально жігіт қой жұмыс істейді, кірпішті лақтырады ол бұл. Кірпіш лақтырады? Иә. Сен мынаны алмасаң, мына балдызыңды неге алдың сен мына қыз баланы? Бүкіл еркектің арасына келіп қыз баланы тық қойдың. Бір жұмыс істей алмай қалдық қой мынау келгеннен кейін. Қыз бар жерде ұят бар деген. Бір қыз алған себебін сол сендер ұялып, тартынып жұмыс істесін деген белгі. Мынау ма ұяты бар қызың? Иә. Осы темекшіше бәріміз темекші үйге кетеміз, қайтып келеміз. Мен ұялғаннан істей алмай жүрмін жұмысты. Қыздың ба? Менде мынандай сұрақ. Иә. Мен жұмысқа кірген кезде маған айтты, ақша болмайды деді. Мен оған келістім, бірақ құрылыс материалдармен береді деді. Жалақыны, иә. Жақында жалақы алдым. 4 тонна каск берді, оны не істеймін мен? Сен соны сат бердің деп базарға шығарып. Болмаса сол құрылыстан мына жағынан алдың кесістен берсе, арт кесістен барып сат, арт кесістен. Бүкіл қала каскымен жүр, алатын адам жоқ. Маған не дейсіңдер? Мен де шешілмей жүрмін, мен де өз бастығым бар. Сол бастығым менің, сол бастығым бермей жатыр. Кім дейсіңдер ме мен бастығым? Кім дейсіңдер ма? Мен бастығым, міне, көріп аңдар. Мен саған ақшаң бердім ғой. Бүкіл жалақыңды ай сайын беріп отырмын ғой. Мынау. Масқара ғой мынау деген масқара. Сен жаңа ғана бермей жатыр дедің. Қайда? Сен бізге үйше ұрсасың, айғалайсың. Біз бір жұмыскер. Сен бізге кәдімгі ақшасын күнде беріп жатқан адам сияқты. Қайда? Мында бәріміз 8 ай болды ақша аламай жүргенімізге. Мына кісіге 4 тонна каск беріп 8 ай жұмыс істеген. Неге мына кісіге 2-ақ тонна бересіз? Екеуі бірдей жұмыс істеді ғой. Соны түсіндіріп бересіз. Сен айлығыңды алдың ба? Жоқ. Сен айлығыңа шпаклевка берем мақма? Жағып ал бет аузыңның бәрін, денең бәріне қаршы. Сіз осы бізді мазақ қылғаныңызды қашан қоясыз? Енді айлықта ұсты, анау құрылыс материалмен береді деп жатыр ғой, мен немен берем енді мені? Ақты берейін біреуіңе бөліп. Қайсыңа не керек? Сізге краски берейін, анау не берейін сізге? Жол краски дейтін бар ғой, қара краски, аға сізге. Тағыңға не керек? Қайсың бөліп аңдар? Ана қабырғаға айттың не, саған айттың не бәрібір. Уайымдамаңыздар, жарайды, бәрін қойдық, сен бар ғой, осы айлық бергенімен қоймай. Өзіңе барлық материалдарды әкеледің, жаңа құрылыс материалдарын әкелді. Сол құрылыс материалдарын сен Қытайдың материалына ауыстырып, бізге дұрыс материал бермей жатыр екенсің. Жұмысымыздың қорытындысына келгенде біздікін әлейді. Бұлар дұрыс салған жоқ. Мыналар сөйтті, мыналар ұрлап кетті деп. Болды, біз жұмыс істемейміз. Құрылысқа қарай өзің жалғастырып. Істемейміз. Ешқайсың айлық алмайсыңдар. Рахмет достар, қошеметтеріңіз міне аяқ асты берілген тапсырма.
құрылыс компаниясы қалай ақталды, ақтала алды ма? Сайлау. Қабыл образ болды. Ең бастысы жаңағы бір шікірейіп алып, осы жерде тұрып алып, ешкімді менсінбей қарап тұру, өзінің кінәсін еш уақытта ұқпау деген сияқты бір мінезді сенен көре алдым. Бәрі салыстырмалы түрде келеді ғой. Әзірге жаман емес. Жақсы, оны қазалы қасқаз бағдарламамыздың соңында бағала жатар. Әзірше Қабылға қошемет көрсіп қояйық. Қабыл Батырхан, қошеметтеріңіз. Ал келесі болып Нұрбалхан Шарапов, Астана. Қарсы алыңыздар. Әкімдікке үміткер. Алдарыңызда. Құрметті достар, міне 5 жыл әкім болып, қайтадан әкім болып сайланайын деп жатыр, бірақ 5 жыл түк істеген жоқ. Ауыл тұрғындар тіпті бұның әкімдік мүлдем көрген емес. Көрейік. Ал әкім боламын деп кеп отыр екенсің ау. Армысыздар тұрғындары, құрметті ауылдың. Бұл сөзіңізді білеміз ғой, жоспарыңызды айта беріңіз алдағы істейтін. Күннен күнге көркейіп келеді Қазақстан 2030. Атсалысайық, рахмет бәріміз. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Көркейіп келе жатқан ауылымыз. Қазір 2050 деген бағдарлама шыққан. Мынау 5 жыл бұрын сіз әкім болып сайланғанда әп-әдемі тәп-тәуір үй болатын. Иә. Қараңызшы, мына көркейткеніңіз осы ма? Қашан мынаған ремонт жасайды, осыған қырғын ақша бөлініп жатыр. Енді мен сайламайсыңдар ма? Осыны істеп бермеймін ба енді мен сендерге енді? Мен бір сұрақ қояйыншы. Аким аға, енді өзіңіз білесіз ғой, енді 5 жыл аким болдыңыз, сонда сіз маған айттыңыз ғой, ауылдың ең үздік азаматшасы деген атақ берем деп едіңіз ғой. Соны бермей жатсыз ғой, қашан бересіз ол атақты? Айтып тұрған жоқпын. Бүкіл жерге жүгіріп жатырмын ғой, тойға да барам, бүкіл қағаздардың бәрін толтырамын. Мен сені танимын ғой. Гүлмира емессің ба сен? Біздің ауылдың актрисасы емессің ба сен? Тамадасы емессің ба? Болды ғой, айттым ғой саған, беремін, сайласаңдаршы бірінші мені. Қайдағы енді, қайтадан тағы да қалай сайлаймыз ки? 5 жыл болды ғой артыңызда жүрдім. Алдады, неше рет алдадыңыз ғой? Көп отқан жоқпын ғой мен ол жерде. 5-6 жыл оттым ғой. 5 жыл болды ғой. 10 жыл отқанда кәдімгідей сендер Қазақстан Республикасы халық артисінің атағын алып берді мен саған кәдімгідей. Қойыңызшы, бірінші сайлауда да сөйтіп айттыңыз. 5 жыл болды, мен сол атақты әлі күтіп жүрмін, әлі ұят уже мына. Бірінші сайлауда сен халық танымайтын еді, қалай беремін атақты саған? 5 жылда дәрежені көтеріп, содан кейін бермеймін ба саған? Отыр болды. Кім ана жақта итме келген? Иттер де сұрақ қойып отыр маған. Иттер де наразы кәдімгі. Ой, шырағым, амансыңдар ма? Ата, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам, отыра бер, айналайындар. Мен осы бір сәтті көп пайдаланғам, амансың ба балам? Амансыз. Қалың қалай, жақсы ма? Жақсы, амансыз. Бір әйтеуір шіреніп қаласыңдар, ауылда әйтеуір келіп тұрсаңдаршы, осылай ауылға айналайындар. Айналайын-ау, бізге бір шырақ бізге айтты басында, свет болады дейді, свет қайда? Соны айтшы сен маған. Свет қайда? Свет қайда? Қайда демографияны көтермейсіздер ме сіздер? Қайдағы демография? Бала мектепке сыймай жатыр. Қайдағы демография? Бала мектепке сыймай жатыр, мектеп жоқ қой ауылда, қаяқтан мектеп? Бала үйге сыймай жатыр. Қайдағы демография? Мектеп салынған жоқ қой атасы. Ем болмағанда свет жақсаңдаршы, балдарымыздың түрін көрейік. Күндіз қайда боласыз сонда сіз? Қалай күндіз қайда боласыз? Күндіз мектепте болады. Көзіңіз көре ме ата сіздің? Көреді шырағым, күндіз көреді именно, түнде көрмейді менікі. Енді түнде свет өшіп шамай ма енді, қалай көресіз түнде сіз? Көрші ауылда кәм газ кіріп тұр ауылдарын. Рахат, үйдің іші жып-жылып. Біздің ауылдайын болмағанда көмір түгілі, ағаш та жоқ қой, қашан от. Сол ауылда балаңызға айтыңыз, сізді алып кетсін сол ауылға. Тыңдаш мен саған бір сұрақ қояйын, тағы да үміткер болып түсіп жатсың. Міне арамыздан керемет міне мұхитты өзіміз сайлайық деп тұрмыз ал. Мұхит сайл, тұрыс мұхит. Мұхиттың ал несі кем сенен айтшы. Мұхитты қарасыңдаршы, керемет ақылды, ойлап түріне болып кеткен уже мұхиттың деген. Біз мұхиттың 10 жыл бұрын сайлаймыз дедік. Мен айналайын, осы ауылдың ақсақалы ретінде, мен бұл жігіттен ешқандай әкімді күттірған жоқпын. Әкімдік бізден сайласаңыздаршы алдынай. Мен екі қайтадан әкім сайласаңыздар. Біз Мұратқа дауыс береміз. 5 жыл не істедің шырағым отырғанда? 5 жыл не істедің деді айналайын-ау. Екінші рет сайланғанда істейтін дым болмай қалады деді ғой менде. Бәрін істеп қойсам сосын. Мынаның қара. 5 жыл бәрін істеп қойсам, келесіде тағы 5 жылда не істеймін деп қояды. Қайтадан сайламадыңыз. Приколды қарасай сен айтатындай. Анау айтады. Айтсай сен егер әкім болсаң не істейді деп тұрш. Тіл байлығын көрейік. Тыңдандар, әкім сөйлейін деп жатыр. Тіл байлығы мен түр байлығын көрейік ал. Егер мен сайласаңдар,
Жаның істемеген сен уже сайланбайын деп тұрған баласың ғой. Сен тұрысың да Адам дұрыс сайлауға былай кішкене тұзай кішкене. Білмейді ғой, үйренеді. Ол да үй салады. Айт. 5 жыл бұрын Өзімнің артынан келетқан жалғыз ұлым. Шырағым, айт. Сөйлесін. Ұлыңыз ба? Ұлым. Сөйлесін ал көрейік. Свет қайда? Менің сөзімді айтсын ғой, өз сөзімді айтсайшы. Оның бәрін айтып қойдық. Не істейтініңді айт. Мен ғой кеше дайындалған Алдағы 5 жылдықта не істейтініңді айтсай сен. 5 жылдықта не істейтініңді айт. Менің орнымды тартып алайын деп отқан жоқсың ба сен? Ауылды қалай көркететініңді айт бірінші. Қорқыта берме сен, айта ғой. Сөйлесін. Чакалек, айт. Айта ғой. Мынау үйді қайттан қалпына келтірейін деп жатыр, Құдай қаласа. Оны келтіріп не істесін, құлап жатыр ғой. Новыйдан салам деп айтсайшы құрсын. Иә. Новыйдан саламыз иә. Тағы не айтайын? Ата. Сендер уайымдамаңдар, қасында жүрем мен өзім. Ата. Ата, мына сөйлесін. Отыр бар орныңа. Ата, мына кісіні сайлайық. Мына кісіні сайлайық. Айтып тұрған жоқпын ба? Енді мен сендерге мен ауылда қараңыз ата. Мен ауылда не болды? Сен сайлаймыз енді әкім қылып. Костюм шалбар бар, жалғыз сен осы ауылда. Енді айтып тұрған жоқпын мен сайлаңыздар деп. Ауылда не болып жатқанын білмеймін. Жаңа айттым, қалада тұрамын. Барлықтарыңыз енді келіп наздарыңызды айтып жатсыздар. Мен енді әкімге сайласаңыздар ауылға көшіп келемін. Ауылда тұрамын бұдан былай. Ауылда тұр сен бізбен бірге. Ауылда тұр. Ауылда да тұрамын, сөзімде де тұрамын. Әкім халыққа жақын болу керек. Сонда сен нағыз әкім боласың. Ел болам десең әкімді түзе деген тағы да. Сосын машинаңды арасында маған беріп тұр айналайын. Я, ауырып кетті мына жеріме. Ауырып кетсе осылай жұмыс істе. Баламды өзіңнің орынбасарың қылып ал. Болды аламады. Болды, сайлаңдар мына баланы. Нұрболхан жалпы жаман емес секілді. Сайлау. Нұрболхан. Жақсы көрініс болды негізі. Басынан бастап әдемі көрініс болды. Ақырын сабырлы сұрақтар келді. Улап шуламай әкімнің өзінің образ ұстауы, ақырын сөйлеуі, сабыр деп басынан кірді образға Нұрболхан. Бірақ бір ойыңның кей кезде ұшқырлығы, ұтқырлығы жетіспей қалды. Бірақ жалпы бастан аяқ әдемі көрініс болды. Ауылдың бір әкімінің шынымен ақ тағы бір 5 жылға үміткер әкім екенін көрдік осы жерде. Сендірді қайтпайды. Иә, қайтпайтын бір әкім екенін. Қошеметтеріңіз достар, міне Нұрболхан Шарапов, Астана қаласы. Нұрболхан Шарапов өте жақсы өнер көрсетті. Ауыл әкім болып, ал енді келесі болып жалғастыратын. Үшінші болып, бұл енді ұбт-ға дайындаған ұстаз, репетитор Асылхан Дүкенбаев. Асылхан осы 3 отбасының ұлдарын ұбт-ға дайындаған, ата-аналар наразылығын білдіріп, репетитормен сөйлесіп тұр. Уақыт кеттік, бастаймыз. Айналайын, сен не үшін жалдадық? Мына баланың түрін бәрін көріп біліп тұрсың. Оны өзімізде білдік. Кішкене әл берейік деп сені сол үшін жалдадық қой. Енді мынауың не 13 ұпай деген мынау масқара ғой мынау. Сперва я на русском языке разговариваю с вами. А во втором это не ваш сын. Айналайын, не ваш сын не сенің? Мен не оны? Это мой сын. Бәсе, 13 ұпайды не алып жүр дейді? Жоқ, мен қазақша айтайын. Қазақша айтайын. Айт, орысшаңа түсініп тұрғанымыз шамалы, айта бер. Қазақшаны да түсінікті емес менің. Мен сперва, втора. Сіздердің балаларыңыз төмен бал алғаны ол өкінішті емес. Биылғы тесттің бізде жоғарғы балы 30 бал. Сіздің балаңыз 27 бал алды. Мектептің абыройын алтын белгіге бітірді сіздің бала. Қаяғы алтын белгіге бітірген? Балам бітірсе бітірген шығар. Уайымдадық біз ана ұбт тапсырам дегенше. 17 жасар қыз алған тұғым, нағара, әйелім түрі не болып кеткен уайымдан. Істеймін наның мен енді. Жаным-ау. Мен репетитор, мен үйден оқытам. Мен жұрттарды сияқты мектептен оқытпаймын. Үйде жылу жоқ. Мен сіздердің балдарыңызды мен бір бөлмелі үйде тұрам. Осы қаладағы ең абыройлы репетитор мен. Айналайын, сен өзіміздің үйге оқытпадың ба оны? Соны айтам, шай береді. Біздің үйде оқытпай шай беріп. Бәрі ішеп осы үйде тұрмыз бізде. Мен айтайын, шай репетитор айналайын. Сенің өзіңді оқыту керек қой. Сен біреудің баласын оқытып жатырсың. 13 бал алды. Қандай сұрақтар? Жоқ, мама кезінде оқытпайсыз ба мен сөйтіп? Айтып болайын, қандай сұрақтар бергенсің? Бөгенбай батырдың астына мінген атының тісі нешеу? Немесе Абайдың әжесі Зеренің Абайдың әжесі Зеренің галошының размері қандай? Сондай да сұрақ бола ма? Сенің өзіңді оқыту керек шырағым. Жоқ, апа дұрыс, мен сізге қосылам.
бірақ мен сізге айтайын, мен сіздің балаңызды оқытқан емеспін. Мен сіз бірінші рет көріп отырмын осы отқанда. Мен сіздің балаңыз менде оқымайды біріншіден. Мына кісі түнде таяқ жеген қойын бір жерден. Басынан бір зақым алған ба? Қалай мен оқымаймын сізде? Соны айтасыз? Сіз емес маған спортсыз кір деген. Нағып өйтіп айтсыз. Спортмен кіргенде осы кезде алатын емен. Нағып спортсыз кір сен түрің өзі спор қойналайын. Бетек бәріміз осы жерде тұрып, осы апайға сабақ беріп үйретейік. Сосын балдарымызға сабақ берсін. Апай, сіз ағалар сияқты киінесіз ба? Бір түрлі көрінеді екенсіз. Менің стилім сондай, неге түсінбейсіздер? Меня зовут Гүлмира Нұргүл. Бәсе, менің балам да бір түрлі болып кетті кейін кезде осы. Қандай болып кетті? Бір түрлі киінетін сияқты. Ештеңе етпейді, шалбардың сыртынан кигіздік не болса да. Бәсе, солай ма? Жақсы достар, қошемет көрісіп қояйық. Енді ары қарай қарап отырсам әңгіме өріп жатыр, бірақ дей тұрғанмен қазір алқасына сөз берейік. Серікзат Дүйсенғазин. Тапқырлық жағы сәл аздау болып қалған сияқты. Асылхан бауырым, оны мойындауымыз керек. Жаңағы тура айтсаң, туғаныңа жақпайсың дейді ғой. Бірақ енді осы жерде бетің айтып отырмыз. Тапқырлық жағы аздау болды, бүкіл Қазақстанның көрермені көреді. Мына залдағы да көріп отыр. Сондықтан жаңағы саған шыңдалу керек әлі. Ол әрине сәтіне байланысты екенін білеміз ғой, тауып айту деген нәрсе. Жаңа Тұрсынбектің қосқан желдеріне тығырыққа тіреген кезінде бір шығып кететін жақсы сәттер болды. Сол жерде кішкене бір сәл пәстеу болып қалған сияқтысың. Енді жаман емес жалпы. Жақсы. Асылхан Дүкенбаевқа қошеметтеріңіз достар. Ал төртінші болып өнер көрсететін әзірше көш бастап келе жатыр. 59 ұпаймен. Мейіржан Алтыбаев, қарсы алыңыздар. Мейіржанға түскен тапсырма бізде тойдан кейінгі конверт санап отырған, түскен ақшаны санап отырған жанұя ғой. Ал, іске сәт. Қанша түсті тойдан, қанша түсті қараңдар. Шақырма деген адамның бәрін шақырғансыңдар. Қазір кредитті кім жабады? Ақша шықпай қалса. Осы сіздерге айттым. Апа, сізге айттым, үлкен ішіндегі үлкен, сіз ғой ақыл тоқтатқан. Түсінігіз 5 жастың баласы, 5 жасар баласы. Жоқ, қалай апа? Айттым, ерте кредитке ақшамақ. Ойбай, тойдан шығады дейсіз. Ал, санаңдар, кім қанша беріп жүреді? Мына балдар ғой енді. Мына жерде? Иә. 500 теңге деп. 500 теңге. Кім берді 500 теңге? Өзің оқы енді, мен көзім көрмейді, ақшасын ғана көрдім. Айттым апа, осы әйел шақырмайық дедім, осы көршіні. Тастамайсыз деді. Ойбай, өсек жақсы айтады деп. Осы антракты да басқа кісімен өсек айтуға болады ма? Обязательно айғайламайсың. Жоқ, қызықсыңдар. Той жасайтындар, артынан жүгіретін мен. Кім? Тағым алқы. Жазып қойыпты. Неме деп жазып? Құдалар. Әкеш. Құдалар депті да, іштеңе жоқ ішінде. Құдалар, іштеңе жоқ, құдалар. Жаңа құдалар ғой, түк әкемейді ғой өзде. Қызықсың. Тостың қағаз анау. Ана, не бол, тез. Сәрсенбай қанша қосыпты? Сәрсенбай қанша қосыпты? Әй, жаңғыз адына палчан ғой осы ауылда қалған. Әй, Сәрсенбай нақылып жүрген көрдің ба? Видеоны қараңыз, бейне таспаны. 200 теңге талы той, бет ашарға тысқанда, тастағанда 5000 теңге қайтан көтеріп кеткен. Оның тойында үйткен жоқпыз ғой. Осы 500 теңге тұстап 4000 теңге алып кеттік қой. Сол 5000 теңге алатын емес қой. Айғайламаш, адына палчан, жаңғыз қалды ғой ауылда, жаңғыз. Әй, шал, ол Сәрсенбайға сен қарыз екесің ғой, қарызының орнына жатқызыпты. Мына Сәрсенбайдың конвертінде бір тиын да. На конверт, неме конверт? Неме өлең жазып кеткен ба? Бүгін сендерде той, ертең бізде той, түк әкемек қой дейді. Ендігі жетпеген жеріне. Ондай болады. Ондай болады. Ондай болады. Оны енді той... Апа, қолыңызды көтеріңізші, оң қолыңызды көтеріңіз. Оң қолыңызды көтеріңіз, папа. Қайседі оны? Оны қайсы? Мынау әлі оны соны қайып білмейді. Оң қолыңызды. Енді басыңызға қойыңыз. Енді сипаңыз, тыныш деп. Тыныш от, тамада үстіп айтты ғой өткенде. Аға, мына бізбен бірге тамада кепті, ақшасын бермепсіз, тойдан кет қапсы. Кім тамада? Міне мына баба тамада. Мен тамада. Шабалақ соқшы, микрофонды бер. Бер микрофонды. Шабалақ соқ. Соқ. Алақан қышыды ма? Қышыған алақан не болады? Ақша болады деп өзің айттың ғой, сол ақшаңа тәубе етіп жүр енді. Бас аяғы не болды? Бас аяғы қанша жиналыпты өзі? Бас аяғы қанша жиналды? Басыңды жоғалтпағаныңа шүкір аяқ кейін бір қайдан білейік, қанша енді жинап жатыр емеспіз ба? Ана қарыз сұрап жатыр, кредит жап деп жатыр. Ресторанға қанша кетті? Енді ұялатын кісі болмаса, ау? Ресторанға қанша кетті өзі? Қанша кетті? Сен тамақ жемегенде арзан кетіп жүреді. Бәрін жеп кетіпсің ғой сен. Аға, мен сізге ренжідім.
неге шыңғып мынаны жалдадық дым білмейтін сен өзің жүргізіп отырсың ғой дым білмес осы сөздерді қайдан жаттап отырмын мен сенің сөзің ба осы сөзі ғой сол тойдың дейсің төрт рет қайтарып көрдік қой мә шаш осы үйде апаммен сенен басқа ешкім сөйлемейді осы бар ғой иә тағы бір өлең айтсыншы мынау кеше ұнап қалды күшті өлең мына тамада бір өлең айтсын жылеумәне симәне кемене деген саған өлең ба қайдағы жоқ бір өлең тыңдап өлең деген бір патриоттық сезімді оятатын болады өзіне өлең деген бір анау халықтың бір рухын оятатын болады қайдағы жоқ бір жылеумәне айтпақшы ана сен не бөт ана қайын жұртың қанша келіпті сен соны неге көрсетпей отырсың бізге қайын жұртың қанша келді мен еркекпін жоқ ана қайын жұрт бар екен қайын жұртың бар ғой сенің қайын жұрт қанша келіпті әкелді олар маған өзіме берді көрсетпейсің мен соны несіне көрсетемін маған берген ақшаны қайын жұртымне мен славий деп түсіндір ма берді ел қатарлы 1000 теңге ақшамды бер кеде шыдашы тойдан кейін берем дедің ғой тойдан кейін берем деп тұрмын ғой папам соңғы сөзін айтсын папам соңғы сөзін бата берсін енді папа сіз бата бермей қойыңызшы батаның артына алып қояйық дегенде ұят емес па ана кісілер интернетте жүрсіз сіз қазір дұрыс айтасың бәрекелді қошеметтеріңіз достар Мейіржан Алтыбаев міне Мейіржан Алтыбаев достар қазылар алқасы сөз өздеріңізде тақырып ашылды ма болашақта Мейіржанның жолы үлкен бір өзінің даңғыл жол салатын сияқты осы әзіл кеште соған тілектеспін ешқандай мына жерде мен сын айтпаймын міне көрермендердің қошеметін қарашы өзіңе деген біз осы көңіл ашардың нағыз әзіл кешін көрдім мен сенен рахмет жолың болсын барлығын әзілге құра білдің былайша айтқанда осы бір кішкене қойылымың мысалға менде мынандай көңіл қалды да бітпесінші деген тағы да ары қарай көре бергім келеді тағы да көре бергім келеді бірақ енді ол әр нәрсенің өзінің шегі бар ғой бірақ та сенің сол мықтылығың сол осы болып жатқан нәрсенің енді ары қарай қалай болады екен деген нәрсеге қалдырып отырсың рахмет керемет қошеметтеріңіз рахмет бізге мына апамызға жігіттерге Гүлмираға жайғассаңыздар болады Мейіржан Алтыбаевқа қошеметтеріңіз достар жігіттерді ортаға шақырайық сонымен Асылхан Дүкенбаев Қызылорда Қабыл Батырхан Шымкент Мейіржан Алтыбаев Семей Абай ауданы және Нұрболхан Шарапов Астана құрметті қазылар алқасы енді мына 4-ші сайыс бұл жерде өздеріңіз енді актерлық шеберліктеріне және сөз таба білгендеріне бағасын берсеңіздер қазылар алқасы бірінші болып бастаған Қабыл Батырханның бағасы 4-4-5 екінші болып өнер көрсеткен Нұрболхан Шарапов Астана 4-5 үшінші болып өнер көрсеткен Асылхан Дүкенбаев Қызылорда 4-5 және Мейіржан Алтыбаев 5-5-5-5 сонымен құрметті достар қорытындысына келсек Асылхан Дүкенбаев 70 ұпай Қабыл Батырхан 70 ұпай Нұрболхан Шарапов 70 ұпай жігіттердің барлығы да үшеуі де бірінші орын алды ал көңіл ашар жобасының бас жүлдегері Мейіржан Алтыбаев Шығыс Қазақстан облысы Семей Абай ауданы сонымен достар қошеметтеріңіз міне 6 айға созылған көңіл ашар жобасында өз мәресіне келіп жетті бас жүлде бізде енді Мейіржан Алтыбаев ал жігіттер үшеуі бірінші орынды бөліп алды сөз кезегі сіздерге қадірлі көрермен мінекей бірнеше айдан бері 6 ай бойы осындай бір қызыққа бөлеген біздің Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген өнерпаздардың бүгін мінекей нүктесі өнерлерінің соңғы нүктесі қойылып отыр керемет халыққа көңіл сыйлаған
бүкіл Қазақстанға өздерінің өнерін паш етуге мүмкіндік жасаған алдымен ұлттық арнаға және осы көңілашар бағдарламасына Тұрсынбек Қабатовқа бәріне алғысымызды айтамыз. Жігіттердің өнерлері үстем бола берсін. Алуан жүйрік бар әліне қардай шабат дейді. Бұған қатысқан азаматтардың бәрінің де бір бойында өнердің, таланттың ұшқыны бар. Бәрінің де осыған талабы бар. Бірақ сайыс болғаннан кейін ол бірде сәтті болады, бірде сәтсіз болады, бірде бап шабады, бірде бақ шабады. Сондықтан бүгінгі біздің бағы шапқан, бабы шапқан 4 жігітті құттықтаймын. Бұдан да биіктерге жете беріңіздер. Сонымен құрметті достар, марапаттау рәсімі жүлделі 2-3 орын жоқ, бірақ бізде енді барлығы 200 мың теңге, 400 мың теңге дайын тұрған болатын. Сондықтан да 1-ші орынға ие болған, бағалары бірдей болған Асылхан, Қабыл, Нұрболханға табыс етеміз. Өзара өздеріңіз тепе-тең қылып бөліп аларсыздар. Бұл Қазақстан ұлттық арнасының дайындаған көңілашар жобасына деген сый сияпаты. Қабыл алыңыздар. Және баш жүлде 700 мың теңге. Баш жүлде Мейіржан Алтыбаев, достар. Қошеметтеріңізбен. Семей өңірі, Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданының Дәл осындай аламан бәйге деп айтсақ болады, себебі өнердің өзі кәдімгідей жарыс, анау неге озып кетті деп қызғанбай, керісінше өзіңді өзің қамшыла деп Абай атамыздың бір осындай әдем болып келетін сөз бар еді ғой. Шынымен де сен бүгін оза шаптың, сенің жолың болды, бағың да, бабың да бәрі де жарасып тұрған бір керемет өнер көрсеттің барлығымызға. Бұл оңай емес, бұл нағыз таланттың, нағыз дарынның сүрінбейтін, кәдімгі алға шабатын сахна. Ал енді кейбіреудің бабы жетіспей жатқан кездерде олар сүрініп те жатады. Ал сен, бауырым, ең бірінші болып келдің. Ал енді мынау жаңағы жоба болғандықтан оның өзінің жаңағы берілетін сый сияпаты бар. Ол да әрине басқаларға ұқсамайды. Себебі сен бұған лайықсың. Құтты болсын. Бәрекелді. Бас жүлде Қазақстан ұлттық арнасын дайындаған сый сияпаты 700 мың теңгенің иесі, көңілашар жобасының бірінші жеңімпазы Мейіржан Алтыбаев, достар. Міне құрметті достар, 6 айға созылған көңілашар жобасы да өз мәресіне келіп жетті. Әрине біз сіздермен қоштаспаймыз. Осы көңілашар жобасының бірінші жеңімпазы Мейіржан Алтыбаев болса, ал келесі жеңімпаз кім болады екен? Оны алдағы уақытта білетін боламыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет, достар. Сіздермен бірге болған мен Тұрсынбек Қабатов, достар. Келесі кездескенше.